Баршаңызға сәлем алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үйдегі бар екі ғана қарапайым заттан ерекше және де 15 минуттаған дайын болатын шербет немесе қант қатыратын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең бірінші осындай түбі қалың ыдыс керек болады, кастрюля ыдыс алсаңыздар болады. Оған біз 20% қаймағымызды салатын боламыз. Қаймақ міндетті түрде 20% болғаны дұрыс. Одан кейін қантымызды саламыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Ыдысты таңдаған кезде міндетті түрде сондай биіктеу келген ыдыс таңдап алыңыздар, себебі біз қазір қайнатқан кезде массасы ұлғайып көтерілуі мүмкін. Қараңыздар, мен осылай араластырып алдым қантымен бірге. Осында сұйықтық пайда болды. Енді қазір қызып тұрған пешімізге осылайна міне қоятын боламыз ыдысымызды. Қойғаннан кейін міндетті түрде біз тек қана максималды отта жұмыс жасаймыз. Максималды отта жұмыс жасайтындықтан біз міндетті түрде араластырып тұруымыз керек. Міне қараңыздар, менде бұрқылдап қайнағаннан кейін міне осылайнан көтеріліп массасы ұлғайды. Енді бірте-бірте біз оның түсінің сарғайғанын байқауға болады. Сарғайып, одан кейін қоңырқай түске айналады. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, себебі түбі күйіп кетуі мүмкін. Және де ең маңыздысы максималды оттың қызуында пісіреміз. Одан төмен қарай пісіретін болсаңыздар, сіздерде ол кезде қанттарыңыз қатпай, жабыспақ, ирис сияқты болып қалуы мүмкін. Міне бізде осындай қоңыр болғанға дейін қайнатып аламыз. Шамамен менде барлығына 15 минут уақыт кетті. Одан кейін қалауларыңызда күнжіт қоссаңыздар болады, немесе орех қоссаңыздар болады. Мен күнжітті алып осындай міне табаға кішкене қуырып алдым. Енді осы күнжітті қазір біз қайнатып дайындап алған қантымызға қосатын боламыз. Қараңыздар, оны да біз максималды отқа қайтадан қоямыз. Күнжітті салғаннан кейін максималды отта шамамен бір 40 секундтай ғана уақыт ұстаймыз. Осыдан міне жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы араласқаннан кейін біз пешімізден түсіріп ала берсек болады. Енді біз осы қантымызға формалар жасауымыз керек. Ол үшін біз ыдысымызға, табағымызға, яғни осындай тарелкаға күнбағыс майын құямыз міндетті түрде, өйткені бізде түбі жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан күнбағыс майын жақсылап тұрып жағыңыздар біркелкі қылдырып. Одан кейін үстіне қайнап тұрған дайын ыстық массамызды құямыз. Енді салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Менде шамамен 3 сағаттай салқындап тұрды. Одан кейін 3 сағат уақыт өткеннен кейін қазір сіздерге қандай болып қатқандығын көрсетемін. Толықтай қату керек. Одан кейін міне осылайнан пышақтың артымен немесе оқтаумен осылайнан тақтап алсаңыздар болады. Сонда міне осындай әдемі формаларға ие болады. Қалаларыңызда күнжіт немесе орех қоссаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалатын, небәрі 15 минут қана уақытым кетті. Егер де сіздерге осы видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан видеоны ең бірінші болып көретін боласыздар. Кездескенше.